Жолбарыс пен тышқан достығы. Ерте заманда бір жолбарыс қалың тоғайдың ішінде ұйықтап жатыр екен. Оның үстіне бір тышқан жорғалап кетіп, жолбарыс соны қатты қысып ұстап алды. Я тақсыр, мені кешіріңіз, мен де бір қызметіңізге жарармын деді. Жоқ, мен жолбарыс, сен тышқан, сен мені қызметіме жарамайсың деп, жолбарыс тышқанды қоя берді. Тышқан айтты: алақай, жолбарыс менің досым деп, орманды басына көтеріп шықты. Бір күні жолбарыс тұзаққа түсіп қалды. Оны көрген тышқан өзінің баяғы жолбарыс екен. Сөйтіп жолбарыс айтты: маған көмектесе аласың ба деп. Я деп, тышқан торды тісімен қиып кетті. Сөйтіп жолбарыс тышқанға рахмет айтты.